Бүгін 11 шілде күні Астана қаласы бәйге алаңында қымыз мерекесі болып жатыр. Қазақстанның облыс, аудан, ауылдарынан келген қымыздарды осы жерде бағалайды, бағалап нәтижесін шығарып, ең үздіктерін бағалап шығаратын болады. Ассалаумағалейкум, баршаңызға, қайғымызға қатысушылар және ұлттық өнімімізді қолдап келіп жатқан, дәмін татып келіп жатқан барша қазақ еліне ассалаумағалейкум. Мен есім Батырбек болатын, негізінен Қашығыс атамыз туған ауыл, Баян ауданығы осы кәсіптің ыңғайына қарай осыдан 2 жыл бұрын Астананың іргесінде орналасқан Целиноград ауданындағы Шұбар ауылына келіп орналастық. Қазіргі таңда енді бізге осы Астанаға жақын болғандықтан қымызымызды, сүтімізді бағалаушылар да жерде бағалап жатыпты міне. Ал енді қымыздың қалай дайындалатынын сіздерге айтып әрқайсы ауылдан келгендер өздерінің қымыздарын таныстырады екен. Бізден жақсы аталарымыздан келе жатқан ұрпақ сабақтастығы сол бағасын береді дегендер. көбіде пісілер сондай қымыз. Сондықтан менің айтқым келеді бұл жерде осындай жобаның ең сәтті екенін айтқым келеді. Неге десеңіздер, біз бірінші жылы былтыр қатысқанда бутылкамыздың шын айтқанда сыртында этикеткасы да болмаған. Сондықтан осы былтыр келгеннен кейін дайындалдық. Биылғы уже кәдімгідей біраз дамығанымызды, алға қарай жылжығанымызды байқадық. Сондықтан мен ойлаймын, осы жерде қымызға ешқашан бәсеке болмайды. Басқа сусындарға бәсеке болуымыз мүмкін. Мықтылар жеңіске жетсін. Ең бастысы осы сайысқа байғымыз жобасына қатысқанның барлығы мен үшін жеңімпаз деп санаймын. Сондықтан барлығына сәттілік, әрине іште енді өзімізге жеңіс дейміз. Жалпы енді осындай келіншек екеуміз осы айтып едік қой, 2 жыл бұрын Астананың жанына келіп сауал ішемін десеңіздер, жылыдай салған бойда келіп ішсеңіздер болады. Астананың дәл іргесінде Шұбар ауылындамыз. Жалпы қымыздың дәмін өздеріңіз көріңіздер. Таныстыруымыз осы. Рахмет, баршаңыз. Осы жоба тоқтамай дәстүрге айналып жылдан жылға жасай берсе, қымызымыз әлем танитындай, әлемдік деңгейге шығады деген сенімдемін. Сол үшін қатысыңыздар, шында қалмаңыздар. Қадірлі қонақтар, тағы да байғымыз гастрофестиваліне қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Шынымен де бір сәт айналамызға қарасақ, бүгін мыңдаған адам жиналып отыр. Жалпы фестивальге 2 күн аясында 50 мыңнан 70 мыңға дейін қонақтар күтіліп жатыр. Сондықтан бұл бізді біріктіріп тұрған, барлығымызды біріктіріп тұрған бір ғана қазір құндылық бар деп айта аламыз. Ол қазақтың рухы, қазақтың дәстүрі және қазақтың дәмі, достар. Сондықтан бүгінгі қымыздың мерекесіне және тек қана мықты қымызды емес, мықты қазына, мықты ұлттық дәмдерді анықтайтын осынау фестивальге қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңізді бір тексеріп алайық. Дәл қазір Астана қайырлы күнде біз айқайлағанда сіздердің барынша дауыстарыңызды естігіміз келеді. Ендеше байғымыз гастрофестиваліне қош келдіңіздер. Шынымен де Жақсы істемей ол ма? Жақсы істеп жатыр. Байқымыз гастрофестивалі ерекше, көңіл күйлеріңіз ерекше екенін көрсетіп қойсаңыздар, қатысушылар, кәнеки, көңіл күйлеріңіз қалай? Басқа дауыс жинап қойғансыз ба? дауыс жинағанда шындықтың анықтау үшін барлығы әділ болу керек. Сондықтан құрметті қатысушылар, жандарыңызда тұрған QR-кодты алып, бұл жерді аралауға болмайды. Тағы ескерте кетейік, ондай болған жағдайда балдарыңыз керісінше кебіп, онда соңында жеңімпаз анықтайтын кезде әсер етуі мүмкін. Келген қатысушыларға, қонақтарға қымыздарыңызды ұсынасыздар және де ұнап жатса сол жердегі QR-кодпен өз бағасын береді. Ал таныстырып қояйын ба? Таныстырайын ба? Барлығын жақсы, біздің қатарымызға жаңадан келген қонақтар бар. Әділ қазылар алқасын тағы да бір таныстырып өтсеңіздер бізді. Жаңа қонақ келген сайын бұл кісілер таныстыра беруге деген ыңғайсыз шығар. Негіз таныстыруды қажет ететін жандар. Негіз танисыз ғой.
иә болды онда жақсы олай болса біз онан әрі жалғастырамыз келесі қатысушымызды сахна төріне шақырамыз мына балапандарыңызға ие болсаңыздар құлайды ғой мына жерде кімнің баласы иә дәл қазір абай облысы семей қаласына келген тұлпар шаруа қожалығы береке қымыз алдарыңызда